Сәлем баршаға. Біз бүгін беттің ажымен және қара дақтарды кетіретін маска жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі осындай екі сәбіз теркадан өткізіп аламыз. Теркадан өткізіп болды. Енді бұны мынандай торға салып суын сұғу керекпіз. Суын шығару керек. Свежий сәбіз болса жақсы, су жақсы шығады. Мінекей сәбіздің суын сығып алдық. Енді бізге керегі күріш керек. Енді бізге стакан су құямыз. Сөйтіп отта қайнатамыз. Bir стакан су құйдым, енді отта қайнат. Міне күрішіміз суыды. Енді бұны ыдысқа салып, бұның үстіне жаңа сығып алған сәбіздің соғын құямыз. Енді бұны блендермен ezеміз. Kaşamızı sitadan ötküzeyimiz. Sallamamız. Sitadan ötküzeyimiz. Qancha blenderмен ezsek de күріш мысалы нелер қалады екен. Бұлай міне крем болып жатыр. Мінекей бізде крем пайда болды. Күріш пен сәбізден жасалған крем. Бұны банкке болмаса бос ыдыстар болады ғой, жаңа қақпағы бар, кремнің босап қалған ыдыстар, соған салып холодильникке қойып сақтап бір апта бойы қолдансаңыздар болады. Бетке, мойынға, бетке, беттегі дақтарды, әжімді кетіреді. Егер тез әсер етсін десеңіздер, күніге жақсаңыздар да болады бетке. 30 минутқа қалдырып қоямыз. Осылай 30 минут өткеннен кейін мұздай суда жуамыз. Бетімізді, мойнымызды жуып, содан соң кез келген жаңағы увлажняющий, ылғалдандыратын кремді жақсаңыздар болады. Өзіңіздің астында әжім болмасын десеңіздер, осы масканы қолданып көріңіздер. Өте керемет, бәрі қол жетімді сәбіз. Содан соң сәбіз бен күріш барлық үйде табылады деп ойлаймын. 2 сәбіз, 1 ас қасық күріш. Содан осындай маска шығады, бір аптаға жетеді мінекей. Холодильникке сақтап, бір аптаға қойсаңыздар